Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырып пропедевтикадан тірек қимыл жүйесі бойынша кездесетін синдром буын синдромы және дағы тірек қимыл жүйесі де кездесетін ең негізгі аурулар подагра, ревматоидты артрит және дағы артроздің бір-бірінен айырмашылықтарына тоқталатын боламыз. Буын синдромы дегеніміз жалпы не? Буын синдромы ол буындардағы ауырсыну, буынның деформациясы, дефигурациясыменен және дағы буындардың қозғалысының шектелуіменен, буындардағы бұлшық сіңір байлам аппаратының өзгеруіменен көрініс беретін симптомдық кешен. Буын синдромына кіретін негізгі клиникалық симптомдарға біз айта аламыз: ауырсыну, ісіну, деформация, жергілікті қызару, гиперемияны айтамыз және дағы буын қозғалысының шектелуін біз осы буын синдромына кіргізе аламыз. Жалпы бірінші деформация дегеніміз не? Дефигурация дегеніміз не екенін түсініп алайық, иә? Дефигурация дегеніміз ол бізде жаңағы буындарда эксудаттың немесе пролиферациялық сұйықтықтың пролиферациялық процестердің әсерінен болатын буындардың өзінің формасының өзгеруін айтамыз біз дефигурация деп. Ал деформация дегеніміз ол сүйектің прямо айқын бұзылысы дейміз ғой. Ол болады көбінесе сүйектердің сынықтарынан, анкилоздардан болады және дағы өсінділер, деструкция, сүйектің өсу процесінің бұзылуынан бізде деформация болады екен. Келесі ол бізде тірек қимыл жүйесінде ең жиі кездесетін қабынулық аурулардың бірі ол ревматоидты артрит. Ревматоидты артрит, яғни буындардағы әртүрлі эрозиялық, деструктивті түрде, прогрессивті түрде дамитын, бізде дәнекертінің зақымдалуымен сипатталатын созылмалы аутоиммунды жүйелік ауруды айтамыз. Жалпы ревматоидты артриттің ең негізгі себептері біз яғни генетикалық фактор дейміз, ол яғни ашылогенінің гистосәйкестілігін айтуға болады. Одан кейін инфекциялық агенттер, яғни вирус Эпштейн-Бар, потом ретровирустар, герпес вирустары, цитомегаловирустары осы ревматоидты артритті тудыруы мүмкін. Жалпы ревматоидты артритқа көбінесе бейімділік фактор риска деп атаймыз ғой, көбінесе әйел адамдар тұрады екен. Және дағы оның жас ерекшеліктері 45-тен жоғары әйел адамдар шалдығады. Жалпы науқасқа біз ревматоидты артрит деп диагноз қою үшін науқаста кем дегенде бізде осы ревматоидты артритқа тән 4 диагностикалық критерий болу қажет, яғни 4 клиникалық симптом болу қажет. Оған біз айтамыз таңертеңгі құрысулар, кем дегенде 3 буында болатын артрит, қол, яғни қол саусақтар болады ғой, кисти, солардағы артрит айтамыз. Ол артрит бізде симметриялы болу қажет және дағы тері астында, особенно бізде қолдағы саусақтардағы буындарда, шынтақтың астында бізде болады андай түйіндердің болуы және дағы рентгенологиялық өзгерістерді айта алады екенбіз. Сол кезде ғана біз науқасқа ревматоидты артрит деп диагноз қоя аламыз. Суретте көріп тұрғанымыздай, яғни бізде ревматоидты артритқа тән адамда қол саусақтарының аққу мойны тәрізді деформацияға ұшырауы, түйме ілмегі тәрізді деформацияға ұшырауы, одан бөлек ревматоидты узелкилардың болуын айтуға болады. Жалпы осындай симптомдар болса, біз науқасқа ревматоидты артрит деп диагноз қоя аламыз. Келесі ауру ол бізде подагра. Подагра жалпы бізде болады пурин және дағы пуримидин негіздері, яғни нуклеин қышқылдарының алмасуы бұзылғанда, тіндерде урат кристалдардың жинақталуында. Жалпы қан анализінде біз көреміз, егер дағы сиал қышқылы деп тұрса, онда немесе зәр қышқылы артып кеткенін көретін болсақ, сиал қышқылын артып кеткенін көретін болсақ, онда біз науқасқа подагра деп диагноз қоя берсек болады. Ал подаграның диагностикалық критерийлері, яғни симптомдарына келетін болсақ, подагра ол бізде буынның қабынуы бірінші күні ол максимумға жетеді. Сол жерде ісіну, қызару болады. Науқаста бізде анамнезінде жедел артриттің бірнеше түрін көруге болады. Жалпы бізде артриттің және дағы моноартикулярлық сипаты, яғни бірінші буында көбінесе бірінші саусақтың үлкен башпай дейміз ғой, сода ісіну, қызаруды көреміз. Және дағы тофус, яғни түйіндердің түзілуі, одан кейін гиперурикемияның болуы, зар қышқылының көбеюін айтуға болады. Ал рентгенограммадан көреміз, біз буындардағы асимметриялық өзгерістерді көреміз. Яғни осы диагностикалық критерийлер болған кезде біз науқасқа подагра деп диагноз қоя аламыз. Негізгі мән беру керек қан анализінде зар қышқылының көбеюі, сиал қышқылының болуы, гиперурикемияға көруге болады және дағы тофустар, сосын көбінесе бір буын, яғни моноартикулярлы сипат дейді ғой. Сондай болғанда біз подагра деп диагноз қоямыз. Келесі ол бізде жалпы науқаста
артрит немесе артроз екенін айыру өте маңызды болып келеді. Жалпы артрит дегеніміз ол бүкіл ағзадағы қабыну процесі, то есть бір инфекция түсті, оған иммунды денелер түзілді, одан жаңағы Т клеткалар активировать етті, одан комплекс түзілді, яғни артрит, яғни бұл қабыну процесі деп түсінуіміз керекпіз. Ал артроз дегеніміз ол адамның жасқа байланысты шеміршектің зақымдалуы, изнашивание дейді ғой көбінде. Жалпы бізде артроз қай кезде болады? Бұл көбінесе физикалық жүктеме кезінде, яғни адам бір ауыр нәрсені көтерді, бір механикалық жұмыспен айналысты, сол кезде адамда буындарында жаңағы ауырсыну болады дағы, ал тыныштық кезінде уже адамда ауырсыну болмайды. Бұл да бізде основном зақымдалатын буындар тізе буыны, мықын жамбас буыны, иық буыны да зақымдалады деп айтып жатады, бірақ көбінесе осы тізе буыны менен мықын жамбас буыны осы артроз кезінде зақымдалады. Ал артрит кезінде, бұл бізде артрит кезінде кез келген буын зақымдалуы мүмкін. Ол моноартрит болуы да мүмкін, полиартрит болуы да мүмкін, подагрический артрит болуы да мүмкін. Жалпы артритке тән белгілерге біз айтуға болады, таңертеңгі құрысулар, яғни адам таңғы ұйқысынан оянды, тур оның саусағына бір екінші қолғап кигізіп қойғандай бір ауырсыну сезімі болады. Жалпы этиологиясына келетін болсақ, артриттің себептері, яғни бұл аутоиммунды аурулар, травмалар, инфекциялар бізде артрит тудырады, гормональды сбойлар болады. Ал артроздың негізгі себебі ол бізде жас ерекшелігі, омыртқа жотасының қисаюы, үлкен физический нагрузканы айтуға болады артроздың себебі деп. Және да енді келесі бізде артритке тән рентгендік белгілер, яғни буын қуысының тарылуы, буын бетінің эрозиясын айтуға болады артритке тән деп. Ал артроздың рентгендік белгілерін айтуға болады буын қуысының тарылуын және дағы остеофиттерді айтуға болады. Жалпы артритте, егерде қан анализі бойынша салыстыратын болсақ, артрит кезінде эритроциттердің тұну жылдамдығы ЦОЕ дейміз ғой, сол артып кетеді, және да қабынуға тән қабынудың маркері цереактивный белок бар емес па, цереактив белоктың болуын айтуға болады анализден. Ал артроз кезінде анализінде көптеген көрсеткіштер бола бермейді. Қысқаша артрозды артриттен айырудың негізгі түсініктері, яғни артроз шеміршектегі зақымдалу, көбінесе физикалық жүктеме кезінде болады, буындарда сықыр, хруст болуымен көрініс береді. Көбінесе зақымдалатын буындар тізе буыны, мықын, жамбас буыны болады екен. Жалпы осылай біз артроз немесе артрит екенін айыра аламыз. Келесі ол бізде остеоартроз. Остеоартроз ол бізде буынның дегенеративті дистрофиялық ауруы. Остеоартрозға тән көбінесе ол тоже буындардағы механикалық жүктеме кезінде ауырсыну пайда болады да, ал тыныштық кезінде ол басылып қалады. Гейберден, егер есепте Гейберден бушлар түйіндері деп жазса, онда біз остеоартроз деп диагноз қоя аламыз. Жалпы остеоартроз, яғни шеміршектің зақымдалуын көруге болады. Остеоартроз кезінде біз рентген снимоктарда көре аламыз буын саңлауының тарылуын, немесе жаңағы шеміршектегі остеосклерозды көреміз. Остеосклероз дегеніміз, яғни шеміршектегі деструктивті бұзылыстар, яғни трещиналарды айтуға болады, шеміршектің қалыңдауын айтуға болады. Және дағы остеофитозды көреміз. Остеофитоз, яғни бұл сүйек тінінің өсіндісі деп те айтуға болады. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерден подписка, поддержка күтеміз.